Өткенде бір жас келіншекпен сөйлестім. Семьямыз бұзылып бара жатыр, анау мынау. Енді кішкене біреудің семьясын болсын алып қалуға көмегіміз тисе дейміз да, енді біз байқұс ақылымызды тыңдаса, әрине. Әй, не болды, не жағдай? Екеуміз қол ұстасып ешқашан паркте жүрген емеспіз дейді. Ой, Алла, әй, мынау сенің ажырасатын дүниең ба десем, деп жылайды. Сенің есің түзу ма дедім. Кім паркте жүр екен? Байымен қол ұстасып паркте жүрген есі дұрыс емес, таза. Оның шәреге кем. Қазақтың қатындарының қайсысы байыңыз паркте жүр екен? Мынауың ажырасатын нәрсе ме айналайын ау? Жындымысың сен, таза кішкене шәрегің кем ба сен? Бар жоғал, айналайын. Саған ақыл да қонбайды андағы түрмен. Қуып жібердің. Рас, осы әңгіме ма енді? Паркте жүрмедім деген не бәле? Қайдан шықты ол? Ол әр нәрсені оқып ана көдесуде. Байыңмен қол ұстасып жүрмесең, судай тасымасаң, бұл не өмір деген бірдеңе оққан ғой. Қарамайсың ба? Біздің жастар қазір бар ғой, шешесі емес, мына телефон тәрбиелеп отыр. Қайдағы жер? Сен қазақсың ғой. Сен басқа ұлт емессің, паркте қол ұстасып жүріп, кешке дейін гүл алатын. Сен қазақша бақытты болмайсың ба? Оның бәрін өзгермейді ол. Не қыласың өзгертіп? Өзің жанымен жақын, нормальный дүниемен бақытты болсайшы. Жоқ, басқа болып кете алмайсың ғой, құрбаққа бақа шаян жей алмайсың ғой, ет жейсің ғой. Сол сияқты ғой бақытың да сенің.